Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өзбек тағамы дүмляма дайындайтын боламыз. Қазақшасы бұқтырма деп аталады. Ол үшін бізге ет, сәбіз, картоп, қырыққабат және пияз қажет болады. Қазанға май құйып қыздырып аламыз. Қосатын заттарымыздың барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Қуырғанда шашырап кетпес үшін тұз салдым. Ең алдымен етіміз салып қуырамыз, одан кейін пиязымыз салып қызарғанша қуырамыз. Ет пен пияз жақсылап қызарып қуырғаннан кейін сәбізіміз салып қуырамыз. Егер болса болгар бұрышын қоссаңыз дәм береді. Бір ас қасық томат пастасын салып, тағы да қозғаймыз. Картопымызды салып, тағы да 5 минуттай қуырамыз. Қырыққабаттың үлкен жапырақтарын бетіне жабуға бөлек алып қоямыз. Қалғанын осылай видеода көрсетілгендей етіп, төрт бұрышты етіп тураймыз. Туралған бөліктерді қосып жұмсарғанша қуырып аламыз тағы. Соңында лавр жапырағын саламыз. Аскөк, тұз және бір кесе су құямыз. Үстіне бөлек алып қойған қырыққабат жапырақтарын жауып шығамыз. Қақпағын жауып 1 сағатқа бұқтырамыз. Біздің бұқтырма дайын. Осы рецептпен жасауға сіздерге кеңес беремін. Сіздерге видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.